Сәлем достар, сіздермен мен ойкам неменен экран қосып тұрмын. Короче, бүгін біз осындай магазиннен қашамыз достар. Бағана да бері видео түсірілмей қалып жатыр. Білмеймін, галереяма сақталмай қалып жатыр. Миллион рет түсіріп жатырмын уже. Ну ладно, достар, сіздер үшін я на все готова, достар. Мынандай магазиннен қашып жатырмыз, короче. Мынандай А4-дің магазині. Осылай істей бермесем бар ғой. Так, короче, мына жақта кетчуптан өтеміз. Кетчуп, сетчуп дейді ма. Потом ішки, достар, ішки. Тез жүретін эффект жоқ па, не бәле? Короче, потом осындайға тимей, тез өтіп кетуіміз керекпіз. Потом бұлай. Все, потом бізде мындай колаға тимей өтуіміз керекпіз. Короче, на коланың напиткына тимей, бутылкасына теберуге болады екен. Все логично же, да. Все, потом мына жерге мынандай. Потом мына жерде сіздерге лайфхак секіре берсеңіздер, оңай болады. Так, бұлай. Все. Мына былай істей бермесем қант что то бар ғой. Енді бізде долгожданный мынандай балалардың ойыншық жерінен қашамыз. Так, қашамыз деп ғой, ойнайтын жерінен өтуге придется. Жолымызда енді сондай тұрғаннан кейін не істейміз, короче. Потом, достар, сіздер маған подписываться етіңіздер, достар. Нагреть етіп өтіп кетпеңіздер, құрсын, ойка подписываться етпей қойын деп. Болмайды, так нельзя. Так нельзя, достар. Достар, қанда басында 1000 подписчикке жиналам деймін. Одан кейін 2000-ға дейін, одан кейін 3000, одан кейін 4000, одан кейін 5000, одан кейін 6000, одан кейін 7000, короче, солай содан 100 000-ға жетемін ғой. 100 000-ға жеткеннен кейін уже мен деген анау бүкіл сияқты танымал болам. Осы бастапқы видеоларым сосын көріп күлетін боламыз. Басында осылай ойнаппын ғой деп. Ойбай, басында осылай ойнаппын ғой деп. Короче, пол, немене ұтыла бердім, бүкіл жағымын істеп, шашырап. Короче, потом, құдайым-ай. Все, бол, ұтылмаймыз енді точно. Пол это лава, достар. Пол это лава. Ол дегеніміз, түсініп тұрсыздар, пол это лава деп қалай башқасы түсіндірем. Пол это лава. Пол деген ол не лава. Короче, түсіндіру керек па сонда? Короче, мына жақта овощиға тимеу керек, потому что ол деген ол пайдасыз, потому что улы. Все. Потом біз осылай жүреміз. Мынандай кітапша лабиринттен қашамыз. Мә А4 деген немене кітапты оқыған жақсы көреді ма? Чута, я, достар. Кітапты оқыған жақсы көретін сияқты. Бүкіл кітапқа ойланды, достар. Мәссаған. Қандай кітап аламыз? Так. Мен давайте мынандай бір сары түсті дейін. Мына жақта миллион тілі салып тұр екен ғой. Ну ладно, достар. Потом бізде мынандай. Потом мына жерде бұлай. Потом бұлай. Давайте мен оңға солғаны ажыртамаймын да, сендерге барынша айтып түсіндірем. Түзу. Потом оңға. Потом түзу. Потом оңға. Түзу. Потом бұлай тұрмын да. Бұлай тұрсам ол сол болады екен, достар. Солға. Потом бұлай тұрсам ол солға болады екен, достар. Потом түзу жүреміз. Ойбай, құлап кетпенші мә, достар, шәрке. Қазір маяқта мен секіріп отқан жоқпын. Көрінер ол секіретін эффект өзі қосады екен. Так, қандай әңгіме айтамыз басқа енді жоқ, достар. Ойбай! Бағана да ұтылмай өтіп жатыр едім, достар. Ойбай. Потом, достар, шәрке, мына жерде бұлай, потом 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 бұлай. Потом бізде самый любимый осындай бургершик, сочный, мощный. Алдыңғы маған менің ағам сочный, мощный бургер жасап берген. Ол деген салам бродан да асып кететін бургер екен, енді айта алмайсың, сочный, мощный. Так, потом осы бургерді жейін десем, просто оны кім жасады, қалай жасады, вообще түсінсіз. Не дейді? Хранилищеге өті, ана есігі жабық дейді. Бір атала мен холодильникке тығып тастамадыңдар ма? Хранилищеге дейді ғой. Хранилище деген типа неше түрлі заттар жататын жер ғой. Не жынды ма? Неше түрлі заттар жататын жерге мен тығып таста. Соның ішіне кір дейді ғой маған. Ойбай, осы жыныма тетше осы жер. Так. Потом былай. О, наконец-то. Потом былай. Потом деген, достар, былай.
Потом деген достар былай. Мынау вообще абарғы жерден өтеміз. Анау құлап кетті деп мазақтамай қойық. Күлме досқа келер басқа, білесіңдер соны достар сендер. Жаттап алыңдар. О, күлме досқа келер басқа, жаттап алыңдар. Достар, мына ойынды миллионшы рет ойнап жатырмын уже. У меня сил нету вообще. Ойнап айтам, астағфируллах. Так, енді түзу жүреміз. Потом не дейді? Прыгать тут невысоко дейді. Так, ну ладно. Невысоко деген не оқытты. Теперь нужно пройти через холодильник. Айттым ғой, холодильникке тықпадыңдар ма мен? Мынау не деген ашып кеткен еттер. Достар, реклама жасап жүрейін осындай кезде. Пайдаланып дейсің ғой моментті. Достар, менің ағам ет сатады. Мен ағам етіне келдім. Мынандай сасық көгеріп, татава көгерем дегенше тұра берген еттер сатылмайды бізде. Вообще бізде сочный, мощный еттер сатылады, достар. Так что, менің ағамның етіне келіңіздер деп реклама жасап кетсің. Так, мынау суға тиме. Ишақ бас, мынау жағалас бетті ғой мына адам. Жағалас, молодец. Жағаласпадың ба тағы? Так, потом былай. Потом лифт бізде. Лифттен. Достар, мынандай лифт құрастырмайсыңдар ма тез-тез? Немене ау? 1 секундқа жетпей әкеп тастады ғой мені. Сондай лифт құрастырмайсыңдар ма сендерді? Танымайсыңдар ма ана жұрттың елдері не істеп тастаған көрдіңдер ме? Так, енді айтып үлгермеді ғой лазерге тимеу керек деп. Уже тиіп қойдым мен сендер кесілеріне. Ойнап айтам, достар, сіздер подписаться еткендеріңізге рахмет. Подписаться еткендердің ата-аналары дені сау, өмір бақи сау болып, прям ауырмай, хайырлысымен деп қоясың ғой дейсің. Прям ауырмай, күшті болып жүрсін. Ал енді істемегендердің, подписаться етпегендердің ата-аналарын білмеймін енді. Олар өзі білсін дейсің. Ойнап айтам. Скорее в лифт. Лифтке уже мінуге прям желание ұрып тұрады, потому что лифт деген бір-ақ секундта кеп тастайды сен үйіңе деппін ғой, қалап тұрған жеріңе. Так, потом түзу жүреміз. Мына ана жерге жетемін дегенше сонша сағат десейші. Не өкетті мынау? Осталось немного дейді. Ну ладно. Мына досым айтпаса мен бәрін үлгермейтін едім. Достар, айтыңдаршы деп қуып кетсің. Мына сызақ білетін едім ғой, мына досым сызақ. Бірақ достар, мен Роблоксымда ағылшынша тастағам ғой. Мына ойында білмеймін не орысша екен. Әйтеуір А4 орысша сөйлегенде ма? Достар, мен енді түсініп тұрмын. Неге баланың түрі осында десем, А4-дің несі екен ғой, футболкасы, или онда емес па? Соны А4-дің футболкасына, ойбай, қақпадың ба мен өлтір. Так, оля, көрден ме, машина дайын. Осындай да болса, шын өмірде. Мына ойында емес, шын өмірде. Андай, ой, қашы, бала. Ой, жастар орын бермейді деп осындай кезде айту керек қой. Достар, машина айдаймайтын көрініп тұр енді. Жағаласып қоймады ғой. Сіз өтші бар. Жасылға тимеу керек па десем, тие берсең болады екен ғой. Тез жетіп алайықшы. Тез, омайгаш, достар. Омайгаш. Кішкен бұрыламыз. Бұрыл, қайда кетіп барасың, қиял. Так, енді потом мына жаққа, солға. Достар, мен сол мен оңды кішкен жаттап үлгерейін дедім да. Осы сабақ бастылам деген жерде бірінші классқа баратындай дайындалсаң. Так, мен көрдім, мына қашын әкеп тастады. Наконец-то! Мен осы осыны істеу үшін сонша жеңдім ғой. Так, сендерге асмер. Ақырын, аққа жетем дегенше ғасыр ғой, достар, ғасыр. Потом мынау орташа скорость. Мен вообще жүріп көрмеппін. Мынау енді мен кәдім жүретінім. Мынау жүгіріп тез жүретін. Ал мынау андай ойындарда газировка шесін ғой, сол кезде тез жүргізеді ғой, сен сондай болып тұр. Ал мынау мықты танымал ойындарда газировка ішкендегі тез. Ал мынау енді арақ ішкендегі скорость. Всем пока!